Үйде бала тәрбиесі мен психологиясына қаншалықты көңіл бөлесіздер? Енді көбінесе үйде бола бермегендіктен кешкісін ғана боламыз. Основном жұмыста жүргендіктен. Екеуіңіз де, иә? Жоқ, мен қазір жұмыстамын, ал келіншегім декрет демалыста болғандықтан бала психологиясы мен күтімімен осы кісі айналысады. Көбінесе осы кізден сұрайық. Енді бала психологиясы дейді ғой, үлкенім 3-те толады, бұйырса, жаңағы психология бойынша 3 жастық кризис дейді ғой, сол кризиске тап келіп отырмыз. Сол мен де сұрағым келіп отыр. Маған да жақындап қалып қызым. Соны сіздерде көрсін деп қызымды алып келдім. Байқадық жаңа кризис басталып жатыр екен. Айғай-шуынан. Ол мен деген кризис деп аталады. Сондықтан бәрі майор деген позитивтер болады да, ол кезде балаға өзіне беру керек. Өзі зерттеп, ойыншықты сындырса да барынша енді көңілге тырысамыз, себебі сол ойыншықты сындырғанда соны зерттейді олар. Олар бұзықты жасадым деп ойламайды, соны зерттеу мақсатында сындырады. Енді менде мынандай сұрақ болады, қанекей. Жалпы енді сіздің келіншегіңізде, менің келіншегімде жалпы осы бізге 3 жыл болды, ол кісіге 5 жыл болды. Психологтың көмегіне жүгінгісі келіп жатады осындай қиындықтардың кезінде. Енді сіз психологсыз. Психолог қажет па? Қажет. Негізі адамға адам қажет қой, сол сияқты енді бізде шағын отбасы 5 жыл деген көп деп ойламаймын. Біздің жаңағы мен атаммен, енеммен келіп отырмын. Бізге зоо көрсетуші, атамызға бұйырса 30 жылдық стажы бар. Осы атамыздың сара жолымен, артынан ізінен келе жатқан жандарымыз, атамыздың салып берген ізімен менің жолдасым да, мен де осы педагог саласындамыз. Бәрекелді. Мен сұрағым келіп отыр, маған қызық. Жапондықтар енді бала тәрбиесіне өте жіті мән береді ғой. Олар айтады екен, 5 жасқа дейін патшадай көр. 5-тен 15-13 жасқа дейін қолдай жұмса, содан кейін досындай көр. Ал сол тұжырым, сол тәрбие біздің қазақ менталитетіне келе ме? Сіздер қалай тәрбиелейсіздер болашақта? Енді біз үлкеніміз атасы мен әжесінікі ғой, сол кісілер тәрбиелесе, бұйырса сол кісілер. Онда патшадай болып кетеді екен. Сіздер тек қана сол вариант. Иә, дәл солай. Енді сол 3 жасында негізі мамандықты таңдауға көмектеседі дейді ғой, 3 жастан бастап. Енді мынадай бізде тұжырым бар ғой, жалпы біздің осы қонақтарымызға келсек деп ойлаймын. Отбасы құрған кездегі ең алғашқы 5 жыл ең маңызды уақыт деп есептеп жатады, көп психологтар да солай айтып жатады. Сондықтан осы 5 жылда сіздер қалай еңсердіңіздер, қандай қызықты сәттер болды? Қатты бір қиын кездер болды, не болды деп айта алмаймыз. 5 жыл деген біз үшін қатты бір қиын уақыт болған жоқ. Бір-бірімізді түсіністікпен, бір-бірімізді танудамыз, бір-бірін танумен солайынан 5 жыл уақыт тез өтіп кетті деп ойлаймын. Өзіңізге сұрақ қойғым келіп тұр. Қандай сыйлық жасайсыз келіншегіңізге? Көбінесе қалай қуантасыз? Тек жылы сөзбен қылып кетесіз ба? Аспандағы айдар берем. Сыйлық тек жылы сөз ғана емес, өзіне қажетті нәрселер, телефон деген сияқты. Каспиге аударасыз. Каспиге аударамыз, сол сияқты сыйлықтармен арасында сөйтіп сыйлап тұратынымыз бар. Енді биылғы алдымызда жаңа жыл келе жатыр, бүгінгі кешіміз мерекелік көңіл күйде. Сондықтан енді сіз қазір ойланбайсыз, қандай сыйлық сыйласам екен, келесі жылы қалай қуансам екен деп ойланбайсыз. Біз сізге ол үшін арнайы алдарыңызда тұрған кішкентай қағаздарды дайындап қойдық, міне анаға тағызым эмблемасымен тұрған. Осының ішінен кез келген біреуін таңдайсыздар. Осы жерде белгілі бір смайликтер бар. Сол смайликтерге қатысты сіздердің келесі жылдарыңызда 2025 сіздер не күтеді сіздерді? Соны көрейік, қонақтармен беріп тұжырымдап көрейік. Ал көрермендерге бізге көрсетіңіздер. Қанекей, мәссаған, жүрек, махаббат, 5 жыл. Ақша табамыз, бұйырса үйді бастап соғып жатырмыз. Сол 25-ке кіреміз деген, новосельенің несі махаббатпенен ары қарай жұмыс жасап, үй бітірсек, Дубайға барамыз деген намешение бар. Өте керемет, дәл тауықты, дәл. Керемет. Дегендеріміз армандар орындалсын ең бастысы. Енді бірақ біз бүгінгі кешімізде, жалпы осы той үйлеріне, тойдан тобықтай деп жатамыз. Біздің арнайы сыйлықтарымыз бар, мен сіздерге соны табыс етейін. Сіздер қошеметтеп отырыңыздар. Яғни жаңағы қуаныштың барлығы осы кішкентай шаңырақтың ішінде болсын деген ниеттеміз. Ішінде керемет тәттілеріміз бар. Сіздер үшін келіңіздер, ортаға келіңіздер. Бүгінгі кешке келіп көріп қатысушы болғандар үшін алғыс білдіреміз. Рахмет, орындарыңызға жайғасып берсеңіздер. Рахмет сіздерге үлкен.
Thank